сәлеметсіздер ме? Менің анашым екеуміз гүл отырғызамыз. Сіздер жаратылыстану пәнінен өсімдіктің құрылысы жайлы өттіңдер, иә? Яғни өсімдік нәрседен тұрады. Мынау нәрсесі? Сабағы, мынау тамыры, мынау жапырағы, және жапырағынан ары қарай жемісі, және гүл өсіп шығады деп айтып, барлық өсімдіктер ірі тірі дегеніміз адамдар сияқты өсиеді, адамдар сияқты сумен қоректенеді, және күннен нәр алады. Түсінікті ме? Сондықтан бұларға күтіп баптауымыз керек, бұларға уақытылы су құйып тұруымыз керек, тамақ ішеміз ғой күнделікті, сол сияқты бұларға да уақытымен су құю керек, әйтпесе өліп қалады. Және де шаңдарын тазартып тұруымыз керек, күннің көзіне қоюымыз керек, мынандай арасына ауа жіберіп, оны қопсытып тұруымыз керек. Түсінікті ме? Осы міне біз гүлге жасалған күтім деп осыны айтамыз. Ендеше гүл егуді бастаймыз. Туған жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз, өмірге еркелеп, көңілді өлкеде, қараймыз келер күнге туған ел. Отанның моланы біз жігіттер, туымыз тұраны. Мына гүлді өзің ектің, енді бұл сенің гүлің. Гүлге жақсылап күтім жаса, жарай ма? Аптасына бір рет суар, арасында қопсытып тұр, шаңы болса сүртіп тұр, күннің көзіне қойып, жарай ма? Егер сен бұл гүлге жақсы қарасаң, бұл гүл жайқалып құлпырып өседі. Ал егер де дұрыс күтім жасамаса, бұл гүл суылып, одан кейін өліп қалады. Сондықтан да балам, жақсылап қара гүліңе, жарай ма? Жақсы анашым. Мен гүлді суарып жүремін, күнде қараймын. Жарайсың. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.